Қайырлы күн, 5-ші сынып оқушылары. Біз бүгін жаратылыстану пәнінен 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Тапсырманы орындауға 40 минут уақыт беріледі. Тапсырманы бастамас бұрын мұғалім каналына жазылып, лайк басып, осы видеоны соңына дейін көріп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Бізде бар жоғы 14 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырманы бастаймыз. Тірі ағзаларды қандай белгілер арқылы жанды табиғатқа жатқызасыз дейді. Қарасақ, бізде тірі ағзалардың қасиеттері кластерін толтырыңыз дейді. Мынау бізде кластер деп аталады. Енді осыны тірі ағзалардың қасиеттері бойынша толтырып шығамыз. Бізде бірінші ол тыныс алады, қоректенеді, өседі және ұрпақ береді. Осыны алып, былай қойып жазып шығасыздар. Екінші тапсырма. Фотосинтез үдерісі кезінде бөлінетін негізгі газ құрамын анықтаңыз. Яғни фотосинтез үдерісі кезінде бізде бұл газ, бұл көміршыл газ. Яғни газ дегенде көміршыл газы. Мінекей осы формуласы көміршыл газы. Үшінші сұрақ, біз екі тапсырма берілген. Үшінші сұрақтың А тапсырмасы энергияның түрлерін сәйкестендіріңіз. Бұл бізде механикалық, жылу және электр. Бізде жылу бізде күн болады, Б1, механикалық 2, электр 3 болады. Яғни механикалық 3, жылу 1, электр 2. Солай жазамыз, бұл тапсырмалар өте оңай. Суретті бақылаңыз, энергияның алмасу түрлерін анықтаңыз. Жылу, бұл жерде суретте қарасақ, қыс мезгілі көрсетілген, және де адамдардың барлығы топтасып, осы жылуды от жағып жылу алып отыр. Яғни, бұл жерде қандай энергия түрі жүріп жатыр? Бұл жылу энергиясынан механикалық энергияға ауысады. Төртінші тапсырма. Суреттегі тірі организмдердің тіршілік деңгейлеріне қарай түрлерін анықтаңыз дейді. Бізде қарасақ, жоғары деңгей және төменгі деңгей деп бөлеміз. Бұл жерде біз бұлай бөлеміз. Адам, жоғары деңгейге бізде адам, қасқыр, ас қорыту мүшесі жатады. Ал төменгі деңгейге нәруыз, жасуша және ұлпа жатады. Жазамыз. Жоғарыдағы сурет бойынша тірі организмдерге тән биологиялық заңдылықтарды ретімен орналастырыңыз. Бізде жоғары және төменгі деңгей деп қарастырамыз. Яғни осыларды тірі организмге тән биологиялық ретпен орналастырамыз. Бұл бізде популяция, организм, мүше. Бұл жоғары деңгей. Төменгі деңгейге ұлпа, жасуша, молекула. Бесінші тапсырма. Бізде қайнаған судың салқындау графигін сызыңыз. Бізде қарасақ, қайнаған судың графигі сызылған. Енді осыны жазамыз. 100 градуста қайнайды. Бұл жерде біз градусты жазамыз және минуттарын жазамыз. Бұлай жазамыз. Үдерістің жүру себебін сипаттаңыз деді. Яғни бұл қайнау үдерісі белгілі бір уақыт аралығында температура төмендейді. Ыдыстағы ботқа, яғни каша көлемінің ұлғаю себебін сипаттаңыз. Бұл суретте барлығымызға белгілі Маша мен Аю мультфильміндегі бір персонаж келтірілген. Осыны неліктен ұлғаятынын сипаттаймыз. Бастапқы кезең, яғни қайнап тұрған су мен ботқа араласып, қалыпты температура қалыптасады. Соңғы кезең, температура артқанда заттардың көлемі жылу әсерінен ұлғаяды. Сондықтан бұл мысалға, егер біз осы газдың астын өшірмеген, бұл жерде өшірмейді, сондықтан жылу әсерінен заттардың көлемі арта береді. Егер біз уақытында каша пісіргенімізде өшірмейтін болсақ, газдың астын өшірмейтін болсақ, бұл үлкейе береді. Яғни осы суреттегідей үлкейе береді.
Жетінші сұрақ. Суреттегі үдеріске тұжырымдама жасаңыз. Бізде қарасақ, А, Б, С, Д. Яғни 3 сурет берілген, осыған тұжырымдама жасаймыз. Бірінші суретте. Үдеріс кезінде оттегі жоқ ыдыста балауыз жанбайды. Яғни біз осыны бетін жауап қойдық. Яғни бұл жерде ауа жоқ болғандықтан май шам жанбайды. Екінші, бұл жерде де бетін жауып болғандықтан, яғни крышкамен жауып қойғандықтан тышқан тіршілігін тоқтатады. Яғни бұл жерде оттегі жоқ. Үшінші суретте біз қарасақ, бұл гүл. Яғни әйтеуір бір өсімдік және балауыз шам. Бұл неліктен өшпей тұр? Өйткені мына өсімдік оттегін бөледі. Сондықтан майшам өшпей тұр. Соңғы суретте де былай қарасақ, өсімдіктің тұрғанынан оттегін бөледі, соның әсерімен тышқан тыныс алып тұр. 8-ші сұрақ бізде. Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың атауын атап, олардың өз орбитасы мен қозғалыс сызбасын түсіндіріңіз дейді. Бізде бірінші Меркурий, Шолпан, Жер, Марс. Екінші Юпитер, Сатурн, Нептун және орбитасын сызады дейді. Мінекей орбита осыны сызады. Ғаламшарлардың қозғалыс себебін дәлелдеңіз дейді. Ғаламшарлардың талтырылыс күші әсерінен қозғалады. Сіздер өзімен біздің тапсырмаларымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сабақтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.